Адам өмірі кейде ұзақ жылдармен емес, бір сәтпен өзгереді. Иә, дәл солай. Бір ғана шешім, бір ғана ой, бір ғана әрекет. Сенің бүкіл өмір бағытыңды өзгерте алады. Қазір сен осы видеоны көріп отырсың. Бұл кездейсоқ емес. Мүмкін дәл осы 60 секунд сенің өміріңдегі ең маңызды сәттердің бірі шығар. Тыңда. Адамдардың көпшілігі өмірін өзгерте алмайды. Неге? Өйткені олар күтеді. Дұрыс уақытты, жақсы мүмкіндікті, ыңғайлы жағдайды. Бірақ шындық мынада. Идеал уақыт ешқашан келмейді. Егер сен бастамасаң, ештеңе өзгермейді. Қорқыныш сені ұстап тұрма. Сен жалғыз емессің. Әрбір табысты адамның ішінде бір кездері қорқыныш болған. Бірақ айырмашылық неде? Олар соған қарамастан әрекет етті. Сен де солай істей аласың. Есіңде болсын. Қорқыныш бұл шындық емес. Ол тек сенің ойың. Ал әрекет шынайы. Қазір сенің алдыңда екі таңдау бар. Біріншісі бұрынғы өмірді жалғастыру. Екіншісі жаңа жол бастау. Қайсысын таңдайсың? Көп адамдар бірінші жолды таңдайды. Өйткені ол оңай. Бірақ оңай жол сені ешқайда апармайды. Ал қиын жол сені өзгертеді. Сен армандайсың ба? Әрине, армандайсың. Бірақ армандау жеткіліксіз. Арман әрекетпен ғана жүзеге асады. Егер сен бүгін ештеңе істемесең, ертең де дәл сол өмірде қаласың. Уақыт өтеді. Күндер өтеді. Жылдар өтеді. Бірақ сен өзгермейсің. Сосын бір күні артқа қарап өкінесің. Неге мен бастамадым? Деп. Сол өкініштен ауыр нәрсе жоқ. Сондықтан бүгін, дәл қазір, осы сәтте шешім қабылда. Кішкентай болса да әрекет жаса. Бір қадам. Тек бір қадам. Сол жеткілікті. Себебі үлкен жол кішкентай қадамнан басталады. Сен идеал болуға тырыспа. Бастау маңызды. Қателесу қалыпты. Қателік бұл сәтсіздік емес. Бұл тәжірибе. Әр қателік сені күшейтеді. Әр құлау сені үйретеді. Ең бастысы тоқтамау. Сенің өмірің, сенің жауапкершілігің. Ешкім келіп сенің өміріңді өзгертпейді. Ешкім. Тек сен. Сенің шешімдерің сенің болашағың. Сен қазір қандай таңдау жасасаң, ертең сондай өмір сүресің. Қарапайым шындық. Бірақ көп адам оны қабылдамайды. Олар кінә іздейді. Жағдайдан, адамдардан, тағдырдан. Бірақ мәселе сыртта емес. Мәселе ішіңде. Өзіңді өзгерткенде ғана өмірің өзгереді. Бұл ауыр болуы мүмкін. Бірақ мүмкін. Сен ойлағаннан да күштісің. Сенің ішінде үлкен потенциал бар. Бірақ оны ашу үшін әрекет керек. Қазір. Ертең емес. Кейін емес. Дәл қазір. 60 секунд өтті. Бірақ бұл жай уақыт емес. Бұл мүмкіндік. Сен оны пайдаланасың ба? Әлде тағы да өткізіп жібересің бе? Таңдау сенің қолыңда. Егер осы сөздер саған әсер етсе, онда жай ғана тыңдап қойма. Әрекет ет. Өміріңді өзгерт. Қазір баста.